тәңіршіліктің түбі меніңше бұл көне бабамыздың магикалық рухани жүйесі қасиет деп атайды. Арабтың аниматорды шақырады, бір екі арабтың рэпті орындап жіберетін, ол үшін 70 000 теңге қалтасына салып кететін. Жазушылар, суретшілер, режиссерлар, түрлі шешендер, олардың бәрі де мактар. Соны ойластырса, анау жұмақ, тозақ деген кішкентай баланы қорқытқандай сияқты ғой. Әрине, әйел көп болса, балалар көбейеді. Балалар көп болса, ұлдар, батырлар көбейеді. Батырлар көп болса, онда сенің еліңе кім шабуыл жасайды? Армысыздар, бармысыздар, ағайын, эфирде Шуылдақ Шадырман, сұхбаттар айдарымен келесі біздің қонағымыз, бізге уақыт бөліп, осы асыл уақытын бөліп, еліме, жұртыма өзімнің концепциямды, өзімнің жолымды ұсынсам деп отырған ағаларымыздың бірі, біріміздің бауырымыз, біріміздің ініміз, Арман Нұрмұхамед ағамыз. Арман аға, қош келдіңіз. Армысыз қазақ елі, қалайсыздар, өздеріңіз? Малжан аман ба? Бәрекелді. Арман аға бір қалыпты, жаман емес, бәрі өзінің ретімен келе жатқандай болып отырған жайымыз бар. Өзіңіз, ауыл еліңіз аман ба, тегіс? Бәрі жақсы, ептеп-септеп, Құдай деп. Бәрекелді. Осы Құдай деп дегеннен шығады ғой, енді жалпы білесіз, осы Құдайды әрбір идеология таратушы, уағыздаушы кісілер өзіне жаңа приватизация дейміз ғой, жаңа жекешелендіріп алғысы келеді. Ал енді ол кісілер біраз айтып жүрді, мысалы үшін мынау тәңіршілміз деген адамдарда Құдай жоқ оларда деп айтады. Сонда олардың Құдайы мен сіздің Құдайыңыздың айырмашылығы бар ма? Ол жағынан Құдайдың өзінен сұрау керек шығар. Және де тағы басқа сұрақ туылады. Қай Құдайдан сұрау керек? Өйткені ғылыми зерттеулер бойынша осы дүниеде 319 миллион Құдай бар. Оның қайсынан сұраймыз? Қайсының ақиқаты дұрыс дегендей, қайсының кітабы дұрыс? Өте қызық сұрақ. Енді Арман аға, осы жерде енді жалпы біз қалай десек екен, мысалы үшін ата бабамыздан келе жатқан енді прото сенім дейміз ғой, мынау тәңіршілдік дейді, бір кісілер тәңірлік таным дейді, бір кісілер тәңіршілер дейді. Енді жалпы алғанда өзіңіз, сіз жалпы тәңір туралы бір не айта кетсеңіз осы жерде біздің көрермендерге, түсінік ұғым туралы, сол ұғым туралы айтып кетсеңіз екен, өтініш. Тәңір жайлы талай мәліметтер бар. Ол жақ қызық болса, менің кеңесім, жеке кеңесім, Нұрмағамбет Аюповтың кітабын оқысаңыз, «Тенгрианство как открытое мировоззрение» деген орысша жазған, бірақ өте терең, кәсіби еңбек кәдімгідей. Бұл кісі бірінші диссертация қорғаған ғой, тәңіршілге арналған. Осы дүниеде неше тәңіршілдер бар, ғалымдар. Сол кісіні өте құрметтейді, сол кісінің жолмен ізденістіріп жүр, енді өте құрметтелген адам деп санауға болады. Ал бірақ бізде енді ерекше қазақи тәңіршілік жолымыз бар. Негізі мен үшін қызық дәл соны, қазақшылықты зерттеу. Қазақ жолын. Керемет. Нұрмағамбет аға, енді қарап отырсақ, қазір біздің қоғамда, елде концептуалдық қайшылықтар дейміз ба? Мысалы, енді мынау аврамический религия дейді ғой, жаңағы аврамдық религиялармен біздің қазақы жолдағы жаңағы тәңірлік дүниетаным десек, соның сіздің неңіздегі бір қысқа нұсқа негізгі айырмашылықтары қалай? Ол мысалы арабтан келген олардың идеологиясы мен қазақы, сіз айтқан қазақылық тәңірлік жолының.
егер біз жалпы тәңіршілік деген не деп ойластырсақ, зерттесек, бұл енді біздің ұлы даланың, көшпелі елдердің рухани түбі деп айтуға болады. Өйткені қай цивилизацияны алсаңыз да, еуропалық мысалы, олардың рухани түбі христиандық, дұрыс па? Таяу шығыстың түбі ислам. Қытайда енді даосизм. Үндістанда индуизм, бәріміз білеміз. Ал ұлы даланы алсақ, бұның рухани түбі метафизика деп айтуға болады, тәңіршілік. Ал тәңіршіліктің түбі, меніңше, бұл көне бабамыздың магикалық рухани жүйесі қасиет деп атайды қазақта. Қасиет немесе арқа дейді. Оны монғолдар утха дейді, угдей дейді, буряттар утха, қалмақтар сәкустя дейді. Ол кәдімгідей бір рухани құбылыс. Соны зерттеп жүрміз. Қасиетті арқаны. Қасиетті арқаны, керемет. Иә. Осы жөнінде енді біз жалпы бұлай болып тұр ғой, сонда сіздің қазақылық, тәңірлік дүниетанымның ішіндегі қазақтардың ежелгі, болмаса қазіргі несін көбірек зерттеп жүрмін дедіңіз. Енді осы жерде көрермендерге бір-екі сұрақтарға не айта кетсек деп едім, кішкене түсіндірме айта кетсек деп едім. Өйткені, мысалы, жаңа сіз айтып кеткен сол моңғол халықтар дейміз, енді ол моңғол жөнінде де мына Жексен Әбдірахманұлы ағамыз күшті айтып кеткендей болды бағана. Жалпы оларда жаңа қайтыс болған кісіні айдалаға жаңағыдай ит құсқа жем болсын деп денесін лақтырып тастайтын сондай бір үрдіс бар деп айтады да. Сөйтіп, егер кімде-кім тәңіршілдікке жақындайтын болса, ертең түбі соған алып келеді дейді. Соған қандай жауап айтасыз? Енді тәңіршіліктің бір жақсы жағы, әр тәңіршіл елдің өздерінің жеке бір ерекше бір салт дәстүрлер бар, өзгерістер бар. Сол біздің мысалы қазақ, түркі дәстүрде ондай болған жоқ. Мысалы ит құсқа адамның мәйітін тастайтын деп жүрген адамдардың өздерінің мийлерін сол ит құс жеп қойған сияқты. Сол миы бар болса, білімі бар болса. Өйткені тіпті кішкентай балалар мектепте оқитын алтын адам қорғанда табылған дегенді біледі. Есік қорғандарды бәріміз білеміз. Борылдай қорғандар бар. Бес шатыр қорғандар бар. Бес шатырда тіпті жеті қатарлы қорғандар бар ғой. 22 метр биіктігі. Сонда алтын адамды қалай тапты? Оның мәйітіне жануарға тастап қойды ма? Жеп қойсын деп. Жоқ, қорғанға кәдімгідей көмген. Сол дәстүр 3-4 мың жыл бойы ғылыми дәлелденеді. Сол дәстүрді әлі қазақта басына топырақ салу дейді. Сол дәстүр сол кезден келе жатыр. Ал жерге жай лақтырып тастаған мәйіттің басына топырақ сала ма? Қорғанның басына салады. Сосын бабамыздың басын аралау деген бар. Иә. Сосын бабаның басына барғанда айналып өту керек. Ол жерде сондай да дәстүр бар. Оның бәрі енді көмілген мәйітпен байланысты ғой. Көрмен, қорғанмен. Сол біздің дәстүрде, қазақтың дәстүрде қорғанды жерлейді. Керемет аға. Енді өзіңізді кешіріңіз, мен сізді бірден жаңағы мынау не дейді, бірден сұрақтың астынан төбелетіп алып кеткеніме, кішкене мынау кісілер, өйткені бір кісілер ойлайды, мыналар мылжыңдап, әрдеңені бір жаңа не дейді, өткір жерді айтпайды, жаңа жалпы бірдеңені мұжып қоя салады деп ойламасын деп, жаңағы нәрселерді айтып жатқан. Ал жалпы Бекен атамыздың өмірбаяны, ол кісінің қасында жүрген сіздің өмірбаяныңыз біздерге негізінде өте қызық, өте ұлағатты, біз онымен өте мақтанамыз керек болса.
Мен есіңізде болса осы 2021 жылы өзіңіздің қолыңызды алып, асыңызды ішіп, қасыңызда болып әңгімелесіп қайттық. Міне содан бері мен мақтаныш тұтам, Арман ағаммен бірге осындай бір сұхбаттас болғаныма. Енді жалпы өзіңіздің Бекен атаның жаңағы осы археологиялық қазба өмірлері, жаңағы қорған мәселесіне келдік. Қорған, алтын адам, жалпы осы туралы бір бізге білім берсеңіз. Біріншіден әкеміздің аруағына тие берсін. Ол кісінің енді еңбегі зор. Айтатын не бар? Ол кісі енді өзін сол ғылымға, бабамыздың рухына өмірін құрбан шалған ғой. Өмір бойы тек қана археология емес, біріншіден әрине археолог, талай бабамыздың мұрасын ашқан, елге бабамыздың кәдімгідей бір алтын мұрасын әкелген, бірақ кәдімгідей сол мұра үшін күресуге өте зор үлес қосқан, кәдімгідей соғысып жүрген, тіпті қорғанды құртып тастаймыз, кесіп тастаймыз деген бульдозердің сол пышағын астына тұра қалған сондай да оқиға болған. Енді айта берсем ол өте көп, оған енді ерекше бір уақыт бөлу керек деп ойлаймын. Нақты бір сұрақтар бар болса, жауап береміз. Жалпы осы алтын адам мәдениеті бұл қазақтың төл мәдениетідегі келетін болса, мысалы енді бізде қазір мысалы мына адамды киім кигізбей жаңағы жалаң денеге ағмата орап көміп жатыр. Ал сіздің ұстанымыңыз бойынша қай вариант дұрыс? Негізі қазақ бір мәселені түсіну керек. Заманауи жерлеу салт көбісі исламдық салт деп ойлайды. Бірақ оның ішінде исламнан тек қана сол кафан дейді ғой арабша, сол ақ матаға орайды. И сосын арабтың аниматорды шақырады, бір-екі арабтың рэпті орындап жіберетін, ол үшін 70.000 теңге қалтасына салып кететін. Ал басқасын алсақ, ең басынан біріншіден мұсылмандар қайтыс болған күнде жерлейді. Қазақта ондай жоқ. Туысқандар жиналу керек. Сол үшін 3 күн күтеміз. Одан кейін күзету деген бар. Шырақ жағу деген бар. Кей жерде енді сақталынған жоқ, бірақ әлі сол салттар сақталынған да жерлер бар. Күзету, шырақ жағу, сосын кешірім сұраймын. Мәйітін жуғанда бір арнайы қолғап пайдалайды екен. Сол қолғап тегін емес, оны сақтайды, тыға салады бір жерге, сосын ем салуға пайдалайды екен. Кәдімгідей көне магикалық бір ғұрып. Одан кейін асты айтсақ. Асқа енді исламда тыйым салынған. Бірақ молдалар үндемей жүреді, өйткені барып қанды толтырады ғой астарды. Бірақ ақырын оны да кесіп салуға тырысып жүр. Кешіріңіз, осы жерде бірдеңе сұрай салсам, сол жаназа шыққан күні, яғни адамды жерлейтін күні келген кісілерге ас беру қазақтың төл дәстүрінде бар ма, жоқ, жаңа 3 күнге дейін ас бермейді екен деп жатыр. Соның қайсысы дұрыс негізі? Сіздің көзқарасыңызда. Ас дегеніміз сол қонақасынан басталады ғой. Қонақас береді, одан кейін сол жерлеген күні ас береді. Сосын 7 күн, 40 күн, 1 жыл дейді. Негізі астарды тіпті Геродотта айтады ғой скифтер жайлы. Тіпті 2,5 мың бұрын астар болған. Ол кәдімгідей көне бабамыздың дәстүрі. Одан әрі
исламда мысалы адамды мәйітті тек қана көміп тастайды да кішкентай тас қояды да бітті, бармай тұрады ол жерге. Ал қазақта мысалы мазар деген бар, оны да арабтікі деп ойлайды, ал бірақ археологиялық артефакттардан қайда қашамыз? Тіпті сарматтарда да керек болса суретін жіберем, сарматтарда мазар болған, түсініп жатсыз ба? Исламда ондай жоқ, тек қана ана тасты қоя салады да бітті. Мазар деген кәдімгідей ана қорған дәстүрінің рудименті, жалғасуы. Сосын тағы не бар? Жоқтау деген. Жоқтауға исламда тыйым салынады. Бізде енді жоқтаудың бір түрі сақталынған, әйелдер әлі де жоқтап орындайды әнді. Бірақ тағы бір жоқтау түрі болған. Бұл кезде адамды жоқтауда адамның өзін, қайтыс болған адамды мақтайды. Одан кейін аруақтарды мақтайды екен. Ол не үшін? Сол екі жағында мақтап жүріп, аруақтардан осы сендердің ұрпағыңды дұрыс қарсы алыңдар деп өтінеді екен. Сол магикалық мағынасы сол жаңадан міне тылсымға көшіп бара жатқан жанды өзінің ата-бабаларымен рухани байланыстыру. Ондай енді кішкене ұмытылып қалды, бірақ әрине жаңғыртуға болады деп ойлаймын. Сол менің айтатыным негізі көріп өздеріңіз жерлеу, бүгінгі заманауи жерлеу салттарда көбісі қазақтың кәдімгідей ұлы даланың дәстүрлері сақталынған екен. Бәрекелді Арман аға. Мынау енді көңілінде көкейінде сұрағы болған адамдар болса, осы жерде кішкене ойлана жатар, өздері де байқар, жаңағы молдалардың айтқан уағызы қандай, болмаса Арман ағаның сөзі қандай, енді көңілінде таразысы әркімнің өзінде, әрі қарай өздері шеше жатар енді. Ал енді жалпы діни жоралғыларға келсек, жаңағы ақырын осы жерде әруақтармен байланыс, жаңа қасиет деген нәрсені айтып кеттіңіз, сол магикалық дүние дегенді айтып кеттіңіз. Бұлайша қарап отырсақ, ол енді магия дегенді көп жағдайда мынау көп кісілер, ғалым кісілер, атеист кісілер жаңа неге балағысы келеді, онда бір шарлатан деген секілді, болмаса ондай нәрсе жоқ деген секілді. Ал бірақ адамның бойындағы энергия, оның бір белгілі бір бағыты, оның бір ерекшелігі жайлы енді ашылып келе жатқан дүние ғой. Енді осы қасиет жайлы, арқа жайлы, сол жайлы енді айтсаңыз өтініш, кеңінен асықпай. Мен ғылыми адамдарды, атеистерді өте терең түсінем. Негізі тіпті қолдаймын да. Сенбейді дейсіз, сенбегені дұрыс. Қасиетке көріп кел бақсыларға сеніңдер деп айтатын мен емес. Керісінше сенбеңдер деп жүр. Сенбей барып зерттеңдер. Мысалы, өз басынан өткізгенде адам факті көріп тұрғанда, мысалы, ем болғанда, емнің нәтижесі болғанда, сенуінің не қажеті бар? Керегі жоқ, бұл факт. Бақсы ем деді ма? Болды, бұл ғылыми факт. Көріп кел, болашақты айтып, уақыт өткеннен кейін сай келді ма? Бұл ғылыми факт. Сенбеңдер, зерттеңдер, сынаңдар, дерегіңдер. Ал қасиет жайлы айтсақ, ол жайлы енді Монғолия империяның ұлы хан Мөңке жақсы айтқан. Ол дерек көздерде сақталынған. Ол кезде француз миссионерлер келеді ғой. Ұлы ханның алдынан өтіп, өздерінің христиандыққа көндіреміз деп тырысып,
сол кезде олардың әңгімелерін білеміз ғой бәріміз. Біздің ақиқатымыз бізде, пайғамбарымыз бүйтті, сөйтті, бізде қасиетті кітап бар деп шығады. Сол кезде Мөңке хан былай жауап береді. Сендерде дейді, қасиетті кітап бар, бірақ сендер оны орындамайсыңдар дейді. Ал бізге дейді Құдай, көріпкелдерді берді. Біз оларды тыңдаймыз, айтқанын істейміз. Сол себептен дамып жүрміз дейді. Сол айтатыным, қасиет дегеніміз, сол көріпкелдерде қасиет бар ғой, арқасы бар. Сол қасиет дегеніміз бізге тәңіршілдерге кітап ешқандай керегі жоқ. Ешқандай программа, догма деген керегі жоқ. Қасиетіміз, бұл дегеніміз мәңгі, табиғи, тірі кітап деп айтуға болады. Өйткені қандай сұрақ болса да, барып көріпкелден сұрайсыз, ол сізге жауап береді. Сосын магия жағынан айтсақ, бұл енді қасиет деген біздің ұлы даланың дәстүрлі магикалық жүйе. Ал қандай дінді айтсақ та, әріде жергілікті магиядан шығады. Тіпті мұны ғылымды құрметтейтін адамдар тыңдап отырса, бір факт айтсам. Қандай мәдени құбылысты айтсақ та, бәрі де сол магиядан шығады. Тіпті мысалы театрды білеміз ғой, барып, сахнаға барып рахаттанамыз, иә? Пьесаларды бірден қарап. Театрдың өзі бір гректардың көне рәсім ғой. Өздерінің құдайларға арнап сол ғұрыпты орындаған. Сол себептен тіпті заманауи әлемнің қай құбылысын, қай жағын көрсеңізде, бәрі де сол магиядан, көне көзқарастардан, көне діндерден шығады екен. Сол себептен магияның әсері өте мағыналы, өте, қалай айтуға болады, өте әрқайсымыз оны көре аламыз. Мысалы, тағы бір мысал айтсам. Гламур деген сөз таныс қой, әрқайсымызға. Ол енді сәнмен байланысты дейді. Әдемі киім, хош иістермен тағы басқа. Гламур деген сөздің түбі, ол шотланд тілінде кәдімгідей сиқырлық магия. Сонда гламур деген не? Сізді кәдімгідей дұға оқытқандай, сіздің басыңызды айналдырып жіберетін түбі. Түсініп отырсыз ба? Иә. Заманауи жарнаманы айтсақ, бұл магия. Киноны айтсақ, магия. Бар ғой, пропаганда, зомбилау ететін. Бұның бәрі магия. Магияның түбі не? Ол бір Гарри Поттер емес, бір нетіп, бүйтіп бір нені айтатын, сөздерді айтып, бір сиқырлықты жасады. Магия дегеніміз, көзбе көрінбейтін әлемді осы материалдық өмірге пайдалап әсер ету. Сол себептен жазушылар, суретшілер, режиссерлар, түрлі шешендер, олардың бәрі де мактар. Сол себептен магияның біріншіден түбін білу керек. Екіншіден осы дүниеде магикалық соғыстар болып жатқанды түсініп қабыл алу керек. Кешіріңіз, ең негізгі соғыс айта беріңіз. Ең негізі біз түсіну керегіміз бізге қарсы тұрған өмір бойы, бірнеше мың жыл бойы біздің магикалық жолға қарсы тұрған мактардың бір нәтижесі
ол бүкіл дүние жүзге, бүкіл адамзатқа магия деген өтірік деген ойды жеткізіп, соған сендіріп, өздері сол магияны жалғастырып отыр. Түсініп отырсыз ба? Кешіріңіз, осы Біріншіден, екіншіден, біздің мысалы қасиет деген көне бабамыздың магияны өтірік деп, ол алаяқтар деп шығару. Түсініп отырсыз ба? Бірақ та қай бай адамды алсақ, саясаткерлерді алсақ, мықты бір қандай президент алсақ та, қасында міндетті түрде түрлі магтар, шамандар, тіпті Путиндің қасында бар. Түсініп отырсыз ба? Әрқайсысы магияны пайдалап жүр. Бізге сол магия өтірік деп жеткізіп ойды өздері пайдалап жүр. Түсініп отырсыз ба? Негізі магияның, қара магияның нәтижесі сол. Сонда былай болып тұр ғой, сонда қарасаңыз, жалпы идеологиялық соғыстың өзі магияның бір түрі болатын болса, қазір мына арабтың идеологиясына сеніп жүрген кісілер арабтың магиясына ұшырағандар болып тұр ғой онда. Әрине, зомбилау тәсілдері, NLP деген бәріміз білетін шығармыз, оқыған адамдарымыз. NLP қайдан шығарған? Ойлап тапты ма? Жоқ, сол көне шамандардың тәсілдерді заманауи тәсілдерге айналдырып пайдалап отыр. Бәрекелді. Арман аға, керемет. Енді бір арасында бір магиядан, жалпы магия деген сөздің өзі не мағына беріп тұр сонда? Ол енді үндіс сөзінен майя деген сөзді білетін шығарсыз. Майя деген иллюзия айнасы деп аударылады. Осы мысалы материалдық өмір, бұның бәрі майя. Өтірік әлем деп жазады өздерінің кітаптарында. Симуляция да, симуляция, матрица дегендей. Иә, дәл солай. Сол сөзден майя, матча деп естіледі кей кезде. Сол сөзден мысалы image, образ деген бар ғой, бейне. Ағылшын сөзі image, I-M-A-G-E. Мак, түбі мак қой. Сол image дегенді ол да майямен байланысты. Осы материалдық матрицамен. Imagination деген сөз, воображение дейді ғой, адам біріне елестесе, ойына келеді ғой. Ол да магиямен байланысты. Сол себепті магияның өзі, ол материалдық өмірге әсер ету. Түсініп отырсыз ба? Түсіндім. Түрлі образдармен, сөзді ол образ ғой. Суретте образ. Ал сіз мысалы киноны қарап, сол суперлмендерге сеніп кетесіз ғой. Ол мысалы соғыс жайлы совет үкімет кезде бізде неше өтірік кино көрсетіп, басын айналдырып жібереді ғой. Оның бәрі магия. Бәрекелді, Арман аға, керемет, магиялық нені түсіндім. Жалпы бұл бақсылық қасиет, бақсы деген сөздің өзі бұлайша бізге не мағына беріп тұр екен, соны бір ашықтап жібересіз бе? Біз 2013 жылда марқұм Едіге Тұрсынов ағамыздың бір зиялы зерттеуші болған қасиет деген кітапты шығарғанбыз. О жерде бақсы деген сөздің мағынасы қалай ашылады? Сол кітапта бағу деген сөзден шығады. Бақсы деген біріншіден сіздің мысалы ауруыңызды бағады. Сосын өзіңізді бағады. Не сияқты ғой, бағып, зерттеп, оған әсер ету. Негізі түбі бағу, бағып жүретін сол бақсы. Керемет аға. Енді мынандай бір сұрақ туындайды да, енді білесіз, мына қазақтың баласы арқалы келеді, қазақтың баласы қасиетті келеді. Ал енді қазіргі таңда мынау қазақтың жігіттеріне қандай кеңес берер едіңіз, өзінің арқасын сақтап,
енді бір не бар, кешіресіз ұзақ болып кетсе, анау құдай ұрған оңалар, әруақ ұрған оңалмас дейді. Сол анау өзіміздің әруағымызды сыйламай, өзіміздің арқамыз, қасиетімізді сыйламағандықтан бәлкім біз көп жағдайда қиналып қаламыз ба екен. Соған бізге қандай кеңес бересіз деген бір осында сұрақ туып тұр. Мен оның үстінен тағы бір өте мағыналы мақалды қосып жіберсем, қазақта былай айтады: қасиетті қасіретке айналдырма дейді. Қасиетті қасіретке айналдырма. Түсініп отырсыз ба? Біз сонда тағдырымыз қалай болып шықты? Осы бөтен өзге ұлттардың магияға көніп кетіп, өз қасиетімізді сатып жібердік та, сенбей қойдық өзіміздің қасиетімізге. Нәтиже қасірет көрдік. Ашаршылық қасірет па? Жерді жоғалттық па? Елді жоғалттық па? Неше қазақты құртты? Манқұрт жасады ма бізді? Қасірет деген осы. Егер өзіміздің қасиетке сенбесек, біттік, толық қасірет болады. Бірақ ол мүмкін емес. Қасиетіміз, Құдайға шүкір, оянып жатыр, жаңғартып жатыр. Қазір талай жастар мысалы оянып жатыр, қасиет оянып жатыр. Кәдімгідей ертең бабамыздай мықты батырлар шығады. Батыр қасиетсіз болмаған, билер қасиетсіз болмаған, жыраулар деген ақындар, түрлі бір таланттар шыға береді. Қазақтың қасиеті ашыла береді. Димашты бәріміз білеміз, сыйлаймыз, көреміз. Ол да қасиетті білдіріп жүр ғой. Тіпті ана бір әнді орындап, ракты емдейтін мысалдар бар ғой. Иә. Сол сияқты қазақтың қасиеті ашылып, кәдімгідей магия жасаймыз ғой бүкіл әлемге. Соған негізі тіпті сену да керек жоқ. Зерттеу керек. Бір қалайды ғой болады, нәтижеге жеткізу керек. Оның енді жолдары бар дәстүрде. Құдайға шүкір, бәрі жақсы болады. Жақсы, керемет аға. Енді осы біз мынау бейсенбі күндері әруаққа тие берсін деп иіс шығарып, жетшелпек таратып жатамыз ғой. Осыны бір кісілер қазір оны бейсенбі емес, жұма күн жасау керек екен деген секілді әңгімелер айтып жүр. Оған қандай жауап? Бейсенбі деген қазақи тілмен айтсақ 4-ші күн ғой. Сол салтта 4-ші күні аруақтың күні деп саналатын. Сол күні иіс шығару керек. Бірақ күнде тағы бір кеңесім бар. Қазақта негізі сақталынғаны сол 4-ші күні иіс шығару. И сосын қан арнаймыз ғой, мал соямыз. Оны енді есте қалды, бірақ бірау бір ғұрып, бір арнау ұмытылып кеткен екен. Ол ақты арнау дейді. Ақты арнау. Ол ақ дегеніміз не? Сүт. Күнде таңертең шай шығарып ішеміз ғой. Сол басында өзіміз емес, басында аруақтарға неге арнамаймыз? Сондай дәстүр жаңғырту керек. Бір кесе шай, сүтпен шай құясыз да. Егер мүмкіндік болса, жер үйде тұрсаңыз, дворға шығып, адам баспайтын жерге, шығыс жаққа қарап тұрып, күн шығатын жаққа қарап тұрып, сол шайды көтересіз да, өзіңізді атайсыз. Мен атым жөнім, әкемнің атын, руыңды атайсыз да, өзімнің аруақтарыма осы дәмді арнаймын дейсіз да, шашып жібересіз. Біріне тілесеңіз, тілеуге де болады. Осы ғұрыпты енді арнауды, ақты арнауды жаңғыртсақ, жаман болмаймыз. Бәрекелді.
Бәрекелді. Мына жерде өз бір керемет дүниелер ашылып жатыр. Арман аға, енді бізде осы жалпы мен өзім енді осы тәңіршіл, тәңірші деген сияқты сөзден гөрі өзім тәңіртекті ұрпақтар деген сияқты бір кісілер ұсыныс айтты. Содан сол құлағыма көбірек енді. Бірақ қалай дегенде де сол тәңірін білетін кісілердің қатарындамыз деп сол жолда жүрген кісілеріміз, сол жолға тырысып жүрген кісілеріміз деп өзімізді санаймыз енді негізінен. Енді мынандай сұрақтар туындайды. Осы егер арабша оқымайтын болсақ дейді, мысалы үшін жаназаны шығарғанда, жаңағыдай мәйітті шығарғанда, мәйіт басына барғанда, мазараттың басына барғанда, онда бейсенбі күндері біз не оқимыз дейді ғой, жаңағы енді сұрайды бізден. Соны бір өзіңіз бір варианттарыңызды айтып жіберсеңіз өтініш. Тәңіршіліктің бір ерекшелігі маған ұнайтын, бір жазылып жіберген программа дедік қой, ана роботқа программа жазады ғой. Осындай сөз айтасың, ғұрыптар тек қана осылай деп. Көбісі ниетпен байланысты. Адамның жүректен шығу керек. Әкемнің негізі өсиеті, меніңше, негізі ниет деп жүрген өмір бойы. Бізге де соны сөйтіп үйретті. Ниетің болмаса істеме дейді. Сол ниетпен қандай, мысалы бабаңыздың басына барғанда сол ақты арнап жіберіп, сүтті шашып жіберіп, мүмкіндік болса отты жағып жіберіп, оттың жеке ерекше бір қасиеті бар. Жүректен қандай сөз шыға береді, соны айтып жібермейсіз бе? Негізі енді ең бірінші алғыс білдіру керекпіз ғой. Өйткені бабамыз болмаса біз де болмаймыз ғой. Осы өмір берген үшін, осы жерді біз үшін қорғаған үшін қандай сөз енді келіп тұрады, соны жүректен шығармаймыз ба? Ешқандай бізге программа керек жоқ деп ойлаймын. Өйткені ниет дегеніміз Құдайдың нағыз дауысы сол деп ойлаймын. Тіпті ана айтады ғой, ана кісінің батасы, мына кісінің батасы. Кей кезде менен сұрайды, әкеңнің батасын айтып жіберші дейді, ас қайырғанда. Түсініп отырсыз ба? Әр адамның өзінің батасы. Ол енді адамның тәңіршілікте ең жақсысы, маған ұнайтын, адамның ерекшелігін өте құрметтейді. Өйткені есімізде болсын, мен сияқты, сіз сияқты адам ешқашан туылған жоқ, ешқашан туылмайды да. Жалғыз ғана осы өмірде туылған, енді ол қайталанбайды. Сол өзіміздің ерекшелігімізді неге құрметтемейміз? Түсініп отырсыз ба? Сол ерекшелігімізді ниетпенен, сол ерекше бір жүректен шыққан сөздерді бабаның басында неге айтпаймыз? Түсінгендей болдым. Арман аға, енді осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Жалпы мысалы мынау көп аврамдық діндер дейміз, дін емес, оларды мен өзім религиялар деп айтам. Ол жерде айтады, мысалы үшін біздің Құдайымызға жалбарынсаң, тәубе жасасаң, кешірім сұрасаң, ол жаңа 100 адам өлтіргенді кешіреді дейді да. Жалпы тәңіршілдіктің концепциясы қандай? Сонда не істесең істеп, бірақ кейін кешірім сұрап, не қыласың кешіре салады деген қалай болар екен ол? Қазақта біреудің кесірі біреуге тиеді дейді ғой. Естігенсіз ба? Иә. Егер біз жаманшылық істесек, ұрпақтарымызға тиеді. Біріншіден, сол өз балаларыңызға жаманшылық тілейсіз бе? Жоқ. Сол ойластыру керек. Сосын екіншіден, әкемде айтқан сөзді ағаларым да әлі де айтып жүр. Ертең алдына шығам дейді. Үлкендердің, аруақтардың алдына шығам. Құдайды айтпайды, аруақтардың алдына. Сонда қалай бетіне қарайсың? Ғылыми зерттеу бойынша
Моуди, профессор Моуди деген болған 60-шы жылдарда. Ол клиникалық өлімге жеткен адамдарды зерттеген екен. Білесіз ғой, иә, адам өлген сияқты, бірақ әлі тірі. Иә. Сол кісілердің жартысында есінде қалады екен. Не көргенді біледі да айтады. Иә. Сол жартысы айтады, менің бір тәтем шықты дейді. Бұрын қайтыс болған тәтем келді. Кейбіреулер анасын көреді, бауырын көреді. Түсініп отырсыз ба? Қайтыс болған адамды бірінші аруақтар қарсы алады. Тылсым дүниеде. Сол ертең аруақтың алдына шығып, бетіне қараймыз. Сонда жаманшылық істесек, қандай сезімде боламыз? Соны ойластырсақ. Анау жұмақ, тозақ деген кішкентай баланы қорқытқандай сияқты ғой. Я, бабай келеді деп па, бабай келіп қалады. Бірақ сіз осы өмірде құрметтеген адамдардың көзіне қалай қарайсыз? Намысыңыз, арыңыз бар болса, сол жағын ойлайсыз ғой? Түсіндім аға. Енді жалпы осы жерде бір нәрсе айта кететін жайт, жалпы мынау сіздің ұстанған тәңіршілдік концепциясы бойынша мынау мешіт секілді сондай ғибадатханалардың қажеті қаншалықты бар? Археологиялық зерттеу бойынша қазақ даласында тәңіршіл ешқандай храм, мешіт деген жоқ. Ғибадатханалар толып тұр, мешіт жоқ. Ғибадатхана деген не? Ол арнайы бір қасиетті жер. Мысалы, көрсетеді ғой, кейбіреулер мүмкін тіпті өз көзімен көрген шығар. Петроглиф деген бар ғой? Иә. Петроглифтер. Сол жерде неше ұрпақтар қола дәуірінен бастап түріктер, арийлер, ғұндар, сақтар, моңғолдар, тіпті жоңғарлар сол жерді құрметтеп, одан кейін қазақтар сол жерде түрлі рәсімдерді өткізіп жүрген. Бұл енді ашық аспан астында сол мешітіміз ұлы дала, қасиетті жерлер, ғибадатханалар. Ал ол табыну үшін ерекше бір үй салу мен үшін бір білмеймін, керек емес сияқты. Бәрекелді. Арман аға, мынау өз әңгімеміз енді несіне түсіп келе жатқан сияқты, өз жолына енді түсіп келе жатқан сияқты. Жалпы сіз шаршамасаңыз жалғастыра берейік. Негізі бұл әңгіме мәңгі ғой. Оның бастауы да жоқ, аяғы да болмайды. Бәрекелді. Неше адам баласы өмір сүреді, өмір бойы негізі. Айта береміз. Ақиқат деген не, тәңір деген не? Мынандай сұрақтар туындайды да, осы жалпы тәңіршілдік енді бірнеше кісілер бар, өз бұлай жасау керек деп. Жалпы, мысалы білесіз, мынау басқа діндерде өздері жаңа намаз оқу дейді, Құдайға құлшылық жасау дейді, сосын өздерінің белгілі бір ритуалдары бар, былайша айтқанда, күнделікті жасайтын. Ал сіз ұсынған концепция бойынша тәңіршілдіктің сондай ритуалдары қалай, бар ма сондай? Әрине бар, түрлі елдерде түрлі жолмен өткізіледі. Тіпті бір елдің түрлі мекендерде, облыстарда, ұлыстарда, аймақтарда түрлі өткізеді. Үстінде айттық қой, тәңіршіліктің бір ерекшелігі әр адамның, әр ұлттың ерекшелігі құрметтейді деп. Сол қайталап айтайын, ешқандай догма жоқ.
мысалы тіпті неше шамандарды айтсақ, әрқайсысында рәсімдері түрлі. Бөлек Бірақ бөлек. ортақ жерлері бар. От жағады міндетті түрде, арнау жасайды міндетті түрде. Кейбіреулер ана дабыл дейді ма, бубенді пайдалайды, кейбіреулер қобыз, кейбіреулер шаң қобыз. Уже бұл кезде ерекшелігі басталады да. Рәсімдер болады әрине, ана табиғи циклдармен байланысты, түрлі ана шаралармен байланысты. Оны енді тағы да зерттеу керек. Мысалы үшін былай деп жатады да, таңертең тұрып күнге алғыс айту рәсімі бар дейді, таңға алғыс айту рәсімі ма қалай? Сондай, мысалы үшін бір кісі айтса, ертең бейсенбі күні, мысалы үшін мен сол ақты арнасам, сонан кейін иіс шығарсам, сөйтіп көкейіме келген өзімнің ата бабама деген арнауымды оқысам, одан кейін тағы не істесем болады деген бір сұрақ туындайды да. Тағы бірдеңе бар ма істейтін дегендей. Енді Тәңірдің өзіне де табыну әрине кіреді сол рәсімдерге. Оның да бір жолы бар. Оны қалай осы жерде түсіндіру керек пе? Көрсету керек шығар. Онда оны көрсетіп, ерекше бір видео қылып па, бір қосымша қылып берсек болатын шығар деп ойлап отырмын. Егер қызық болса, әрине. Мен ойымша былай ғой. Жалпы білесіз, біз мынау өзіміз тәңірлік таным деген үлкен өзіміздің дүние танымымызды алшақтап, өзімізден өзіміз бір ұзақтап қалған бір сондай қиын кезеңнен өткен еліміз. Сондықтан ол нәрсені көрсетіп, білгізіп, не қылған сайын меніңше дұрыс болатын секілді, соны көбірек көрсеткен сайын. Біз енді осы дәл бүгін қай күні бұл 16 ма? 16-шы қай ай? Қараша 11-ші ай. Қараша айы 21-ші ғасыр өзіміздің тарихымызды, мәдениетімізді, көзқарасымызды зерттеп тек қазір бастағанбыз ғана. 21-ші ғасырдың басында өзіміз, өз елімізді, өз мәдениетімізді, өз цивилизациямызды деп айтуға болады, зерттеп бастағанбыз. Зерттейтін әлі көп бар. Тек қана шет жағынан біле бастадық. Бірақ ол мәлімет те таңғалдырады. Ал түбіне жетсек, қайтадан осы дүние жүзін басқаратын боламыз. Бәрекелді. Енді мынандай бір сұрақ туындайды да, осы жалпы мынау бір кісілер сол айтып жүр, былай дейді. Бұл Тәңір деген ол бір еркек біреу дейді, оның Ұмай деген әйелі бар дейді. Сол жалпы ол көзқарас негізі қалай, өз неңіз қалай оған, көзқарасыңыз осы сөздерге? Меніңше ол символ ғана. Мысалы, Тәңір аспан дейді, көк Тәңір дейді. Оны еркек дейді, мысалы, Ұмай ана әйел дейді. Ұмай ана дегеніміз жер ғой, материалдық өмір. Ал Тәңір деген рухани өмір. Енді біз өмір сүріп атқан осы сол екі энергияның бір нәтижесі ғой, Ұмай дегенімізді түбін алсақ, бұда да майя деген түбі естіліп тұр ғой, дұрыс па? Ұмай дегеніміз ол материалдық өмір, жер. Ал көк Тәңір дегеніміз өзіміздің рухымыз. Көзге көрінбейтін бір жан, мысалы, энергиялар деп айтуға болады. Сол кездегі көне заманның контекст бойынша осы символларды пайдалап жеткізген ғой жұртқа. Ал қазір заманауи кезде ғылыми тілмен де түсіндіруге болады деп ойлаймын. Енді осы жерде түсіндім, Арман аға, жалпы
ол үйтіп қатып қалып, анау әкесі, анау әйелі, сол екеуінен балалар шұбырып туып жатыр деген ондай қарабайырлыққа барудың қажеті жоқ дейсіз ғой. Ол аңыз ғой, миф. Миф енді адамға сол эпикалық тілмен жеткізеді ғой, бір ақиқатты дегендей ойландыру үшін. Сол көне заманның тілі, мифологиялық тілі. Түсінікті. Енді осы жерде тағы бірінен кейін бір танылып жатқан сұрақтар негізі осы мынау тәңірлік дүние таным. Бұл біздің енді қазақтың ежелгі прото наным сенімі, ал біздің қазақы салт дәстүріміз осы наным сеніміне шығып тұр ғой ішінен. Солай шығар, ішінен шығып тұр дейсіз ба? Иә, содан шығып тұрғандай. Соның бір бөлімі сол бәйтеректің бір бұтағы деп айтуға болады. Бәрекелді. Ал енді тамыры бір. Иә, мысал үшін мынау басқа бір религияларды қарасаңыз, оларда мысал үшін сен адамдарды осыған тартсаң, бәленбай анау дүниеге барғанда подарка аласың дейді, сыйлық аласың дейді. Болмаса жаңағы біздіңкі ғана тура жол, ал қалған адамдардікі адасушылар дейді, жаңа біздің сектамызға кірмеген, религиямызға кірмегендерді. Бұл жөн болмаса біздің религиядан шығып кетсең басың шабамыз дейді. Мысалы үшін Сауд Арабиясы сияқты елдерде жаңа ислам дініне шыққан адамдардың басын шауып тастайды деген ғой, мүртәт деп. Ал жалпы бұл тәңірлік концепцияда ол нәрсеге қалай қарайды жалпы? Сол тәңірлік дүние танымды жұртқа тарату және басқа конфессия, басқа дін өкілдері, басқа ұғымдағы кісілерге дегендей. Діндер негізі екі бөлімге бөлінеді. Кейбіреулер миссионерлік деп аталады. Оны түсініп отырсыз, қайсылар? Новомистиктер. Миссионерлік діндердің мақсаты, өзіңіз айтқандай, өздерінің көзқарасын тарату. Ал екінші бөлімі дәстүрлі діндер бар. Дәстүрлі дін енді ондай мақсат қоймайды, ол тек қана сол өзінің ұлттың ішінде бола береді. Оны таратамыз, бәрі көндіреміз деген мақсат жоқ. Сол тәңіршілік бабамыздың көзқарасы сол дәстүрлі діндерге жатады. Біздің ондай мақсаты жоқ, бәрін тәңіршіл ету дегендей керегі жоқ. Өйткені тәңіршілік деген азатты елдің сенімі. Азатты. Сен өзің азатты болсаң, ешкімді құл ететін мақсатын қоймайсың. Керісінше бәрінде азатты ету тырысасың. Ал миссионерлік өздеріңіз білесіздер, діндерде бәрін құл ету ғой мақсаты. Бәріміз Құдайдың құлымыз дейді. Бізде Құдайдың ұлы деп саналады. Құдайдың ұлына не керек? Құл не керек? Түсініп отырсыз ба? Иә. Енді мына бір жерде, осы жерде шығады, сіз айттыңыз ғой, миссионерлік дін және дәстүрлі дін деп бөлдіңіз ғой, енді шартты түрде. Сонда былай деп айтады да, қазіргі біздің қазақтың арасында жүрген арабтың идеологиясын біздің жастарымызға, елімізге уағыз қылып айтып жүрген кісілер айтады. Жалпы дін деген нәрсе үшін кітабы болу керек, пайғамбары болу керек дейді. Сол кітап, пайғамбар деген туралы бір жауап бере кетсеңіз. Кітап жайлы мүмкін Ұлыхан толық жеткізді ғой. Сендерде кітап бар, бірақ сендер орындамайсыңдар деді. Бір жігіт айтқандай, мұсылмандардың 98% Құранды оқымайды дейді. Өзінің кітабын өздері білмейді түгін. Ал бізге Мүңкихан айтқан Құдай көріпкелдерді берді дейді. Қасиетті берді. Қасиет дегеніміз тірі кітап. Мысалы, бір
қатып қалған догмалар емес, қасиет арқылы, мысалы, бүгін көріпкелге барсаңыз ол былай істе дейді, ертең барсаңыз басқаша айтуға мүмкін. Жоқ, керісінше былай істе дейді. Өйткені бүгін болып жатқан жағдай ертең уже қызық емес, уже керек емес болатын шығар, иә? Кім біледі? Өмір деген бір арна сияқты ғой, өзен сияқты, аға береді, өзгере береді. Сол себептен қасиет дегеніміз ол тірі кітап. Әр күнде жаңа жазылған кітап, бізге керегі жоқ. Қатып қалған бір догмалар. Ал пайғамбар десек, пайғамбар деген бұл көріпкелдердің бір түрі ғой. Бізде неше көріпкелдер бар, әрқайсысы пайғамбар деп айтуға болады. Жақсы, түсіндім аға. Жалпы халқымыз тәңірлік танымға оралатын болса, біздің мемлекетімізде, экономикада, саясатта, басқа жақтарында қандай өзгерістер болады деп ойлайсыз? Негізі Күлтегеннің айтқандай, өзінің елін кедей еткен хан қылмыскер деді. Оған тағы қосатын не бар, білмеймін. Осыны терең түсінсек, экономика болса, политика не болса да, бәрі соған тіреледі ғой. Сенің елің бай болу керек, бақытты болу керек, көп болу керек. Негізі сол мақсат болса, өзгерістер, экономика қандай болу керек, саясат қандай болу керек, әскер қандай, ғылым қандай, рухани өмір, мәдениет қандай болу керек екенді бәрі ашық болады, түсінікті болады деп ойлаймын. Негізі ниет деп қосып жіберсек. Жақсы аға. Енді осы жерде соңғы әзіл-шыны аралас бір сұрағымды қоя кетейін. Жалпы білесіз, біз енді еркек қауымы болғаннан соң, қазақтардың өсіп өну үшін, жаңа сіз айттыңыз ғой, ел күшті болу керек, бай болу керек, көп болу керек деп. Жаңағы Күлтегін жырының өзінде айтады ғой, бәленнен күң алдық, бәленнен қатындарын алдық деп, жаңа Күлтегін жырын оқып отырсаңыз, айтып отырады сонда. Ал енді жалпы тәңіршілдікте осы мынау тоқал алу деген мәселе, деген мәселелерге негіз қалай қарайды? Сондай көп әйел алушылық, енді полигамия дейміз ба? Әрине, әйел көп болса, балалар көбейеді. Балалар көп болса, ұлдар, батырлар көбейеді. Батырлар көп болса, онда сенің еліңе кім шабуыл жасайды? Керісінше, өзің шабуыл жасай аласың. Сол негізі қазақтың саны көп болу керек деген бізде бір бар ғой, идеологема кәдімгідей әр қазақта. Сол бабамыздан келе жатқан сол ғой. Кейбір жорақтан түркілер Қытайға барып қайтып 15 мың қыздар да келеді екен. Бір жорақтан. Сол 15 мың қыздан қанша бала туады? Елестейсіз ба? Одан енді ел өсе береді ғой. Сол. Енді осы жерде бір сұрақтан бір сұрақ туады. Қытайға барып 15 мың қыз әкеліп, әрқайсысына 3 баладан туғызып, 45 мың адам туылды. Не деген керемет, экономика өсті. Ал бірақ осы тәңіршілдердің ішінде айтып жүр, қазақтың қызы басқаға күйеуге шықпасын, қазақтың жігіті басқа ұлттан қыз алмасын дейді. Жаңа Қытайдың 15 мың қызы келіп қалды, енді не істейміз? Сіз ана гаплогруппа дегенді, ДНК жағын зерттеу хабарыңыз бар шығар. Қазақтың ерекшелігі, бізде ДНК Малайзиядан бастап Скандинавияға дейін
ДНКларымыз бар екен. Елестейсіз ба? Сол бірақ ел болдық қой. Жеріміз қандай, байлығымыз бәрі болған. Ал мынадан алмау керек, мынаған шықпау керек деген әңгіме ол кішкене ана фашизмға уже жақын ғой. Дұрыс па? Иә. Ол енді бір жағынан қан тазалу деген тезистен шығады. Қан тазалығы. Бірақ қан тазалығы деген европалық көзқараспен қарасақ, ол енді фашизммен бітті, аяқталды, дұрыс па? Фашизмге тірелді. Ал енді осы жерде кешіріңіз. Біздің қан тазалу, керісінше жеті атаға кірмеу керек, дұрыс па? Алыстан қызды алу керек. Иә. Өзге ұлттан алсаң, қан жаңарады дейді ғой? Иә. Солай. Не қыламыз, Қытайдан барып 15 мың қыз алып қайту керек болды десеңші. Тек Қытайдан емес, негрлерден ала беріңіз. Бәрекелді. Енді сіз бұл жерде үлкен демократ, осы жерде үлкен ағартушы азамат ретінде айтып отырсыз деп ойлаймын. Бұны басқалар да дұрыс түсінер деп ойлаймын. Ал жалпы енді мынандай бір не бар да, тәңірлік дүниетаным дегенге келеді. Жалпы байқасаңыз бізде қоғамда жалпы енді бар ғой, мысалы мына қатын бастаған көш оңбайды деген бір сөз бар қазақта. Ареге енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Жалпы осы авраамдық религияларда әйелді енді күнәһар, адам баласын жаннаттан жерге түсіріп жіберуіне себепкер болған, жаңағы кейбір тіпті біреулері әйелдердің мынау менструальный циклы келген кезде адам баласына жолатпай бөлек ұстау керек, болмаса жаңа әйелдер шайтанға бейім келеді, әйелдер тозаққа көп түседі деген секілді, сол өздерінде бір қатып қалған догмалар бар, әйелді екінші планға қойып тастайтын. Ал енді бұл тәңірлік дүниетанымда әйелді екінші планға қою деген нәрсе бар ма? Ондай болса, қыз қуу деген ойын болар еді ма қазақта? Қыз қуу. Сосын ана сайыста, жекпе-жекте әйел орамалды жұлып алып ортасына лақтырса, сайыс бітті. Дұрыс па? Иә. Ол деген неден туылады? Әйел адамды құрметтеуден шығады, дұрыс па? Томиристі бәріміз білеміз. Бопай ханымды бәріміз білеміз. Неше бүкіл дүние жүзінде түркі моңғолдан шыққан қыздардың аттары шыққан. Разия деген, тағы басқалар қазір есімде жоқ. Зарина деген қаншайым болған скифтерде. Иә. Томирис. Сақтар кезінде үйленем десең, бірінші сол қызбен күресесің. Жеңсең, сенің артынан жүреді әйел болып. Жеңілсең, оның қол боласың. Сондай болған ба? Сондай да қыз қуу сонан шығады ғой, сол дәстүрден. Енді қызық жағы, бала туғанда бірінші оны жауырыншыға апарады. Жауырыншы оның тағдырын айтады, қалай тәрбиелеу керек екенді айтады. Мінезін қандай екен. Сонда енді бәріміз білеміз, қыз теке, еркек шора деген құбылыс болған. Олар кейбірлер гей деп айта салады да, бірақ олай емес деп ойлаймын. Өйткені дерек көздердің біреуінде де гейлер бар болғанды айтпайды. Еркек шора мен қыз теке деген бір ерекше, мысалы еркекте қыз мінезді туады. Қыздарда керісінше еркек мінезді қыздар туады. Сол қайтадан тәңіршіліктің жақсы жағы ерекшелігіне қайталсақ, сол ерекшелігіне қарап, сол мінезін біліп тұрып, бір қасиеттерін құрметтеп, енді жолын кеспейді. Мына қыз мысалы жарайды әйел болады, оның орны түсінікті.
мынау аскерді басқарады. Түсінесіз ба? Қайтадан қасиетпен байланысты. Қасиет арқылы алдын ала біліп тұрғанымыз. Кімнің қандай жолы ашылған, қандай қасиет бар болған. Сол қасиет арқылы тіпті әйелдерге де құрмет білдірген. Өйткені әйел деген бір ерекше энергия ғой. Умай анаға қайтып барсақ, Умай ананы ана деп сыйлаймыз ғой. Аналарды қаншасы қазақта қалай сыйлайды мысалы, үйге кіріп біріншіден әйел адамға сәлем бересіз. Дұрыс па? Сол негізі ұлы даланың тәңіршіліктің философияға қарасақ терең. Бұның түбі еркек пен әйелдің гармония негізі. Күресу емес, мен жоғары, жоқ, сен жоғары. Ана кейбір діндерде еркектің айтқаны бітті, осылай істеу керек дейді, мысалы. Еркекті жоғары қояды, ал әйелді адам деп санамайды. Европада көрсеңіз керісінше феминизм адам емес, санайды, еркекпен күреседі. Сол себептен қайтадан конфликттер туады. Неше отбасылар бұзылып, ажырасып кете береді. Түсінесіз ба? Бұл енді кішкене артық, екі жолда артық гармония болу керек. Енді Маке, мен шақырғаныңыз, осы әңгімеге шақырғаныңыз үшін алғыс білдірем. Оның жалғасуы енді бола береді деп ойлаймын. Өйткені үстінде айтқанымдай, мүмкін менікі дұрыс шығар, мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ біз зерттеуді, өз-өзімізді тану жұмысты енді бастап жатырмыз. Бірақ неше діндер, неше адамдар ақиқат менде, ақиқат осыда, мында деп жүрсе де, менің түсінгенім ақиқатты өмір бойы іздеп жүреміз. Мүмкін ешқашан таппаймыз да, бірақ бір ғана ақиқат нақты білемін. Біз енді қазақ екенімізді тіпті дәлелдеуге де қажет емес. Ол деген кәдімгідей ғылыми факт. Сол факттан бастап қазақ бола берейікші. Соны енді әрқайсымызға, өзімізге де, сіздерге де тілеймін. Қазақ болайық.